қалайсың? Мына көрпелеріне не болған? Түнде памперс кимей жатқансың ба? Ой, мен кемес, әкемдер ғой. Әкем памперс кимей жатты ма? Мынау қайтеді? Әзіл. Арман. Жүгір. Не істеп кеттің сен? Тез жүгіріп таста. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба, Мәди? Шұғыла ана көрпелердің арасын жақсылап жазып жайшы. Бұлардың да бір жылына келетін отпускілері ғой, күнге қыздырынып, рахаттанып қалсыншы. Рахаттанып тұрғанын қайдан білесіз? Мүмкін сіз құсап. Отпускіде бір нормальный демалмадық, күннің астына жайып қойды деп атқан шығар. Бол тезірек Шұғыла, жайып тастайықшы. Негізі абама жаман болмады. Бірақ ана жаңағы айтқан 10 қателігі бәрін құрып кетті да. Абаманың негізгі бас демеген жері не екен білесіз бе жездеге? Мен енді қайдан білейін оны? Біз енді үлкен саясатқа жоқпыз. Біз осы ауыл кіші саясат қоян біздікі. Негізі абаманың басы ше. Негізі абаманың басы. Бір минут. Алло. Кім? Брат, сен ба? Неге басқа нөмірден звондап тұрсың? Қойшы, көтереміз ғой. Неге көтерем ғой? Айттым ғой, брат, кішкене күте тұршы, қайтарам қарызын. Қайтарам дедім ғой, қайтарам. Жоқ ең, 1 жыл болған жоқ қой. Бір жыл емес, 11 ай 20 күн болған ғой? 1 жыл болған жоқ қой. Қайтарам. Ертең қайда боласың? Болды, ертең жұмысыңа апарып берем, таң ертең. Шын айтам, ертең, таң ертең мен саған жеткізіп берем. Болды, ертең жетсін. Жақсы түсін. Кім ол? Айдар деген жігіт қой. Осы ауылдың жігіті ма? Жоқ, Түркістанда тұрады біздің ауылда. Кішкене қарызын бір арттан қалмай қан ішті ғой. Сенен біраз жүрем осы ауылда болам деп кебең. Кетіп қалайын деп тұрсың ба сонда ертең Түркістанға? Жоқ, қайда қайтам? Неден, карточкадан лақтыра салмақшысың ба? Не айтып кеттіңіз? Ой, жаңағы қарызды айтам. Біреуге ертең апап берем дедің ғой сен кез. Сіз Айдарды айтып тұрсыз ба? Иә. Шын әңгіме ғой ол жездеге. Олардан сөйтіп құтылмасаң құтыламайсың. Өзімше мен ертең таңертең тауып алам. Таңертең ақша бермесең жердің түбіне кетсең тауып алам деп қояды да. Мен мына жақтамын, қалай табады мен, дұрыс па? Қарызды беріп тастамайсың ба ол қарызды? Не аласың мойның арқалап? Жоқ қой ақша. Мен 0 ғой, 0. Ақша болса 1 жылдық қарызды емес. 3-4 жыл болған қарыздар тұтылмай ба? Оны қоя берші жездеге, анау Өзбекстанды айтам да. Ойбай, Өзбекстанның сыртқы қарыз жоқ дейді. Сыртқы қарыз 3,5 миллиард деген ғой. Қырғыздардан да көп. Бірақ ең қарыз көп ел ол Америка екен. Абаманың бас істемеген жерді осы ғой. Сен мына келбетіңе, киіміңе қарасақ, жүрісіңе қарасақ, ақша жоқ адамға ұқсамайсың ғой сен. Түрдеген алдай береді жездеге. Негізі не ғой мен анау айтайын деген сол анау қарыз сұрағыштардан қашып келіп отырмын ауылда. Ауылда жүре алмай қалдым. Әпшейім айтпай қойсы ғой, жарай ма? Қанша қарызсың? Ой, көп, өзім шатасып кеттім бар ғой. Американың қарызын санағанша өзіңнің қарызын санасайшы онда. Әңгімені көп айтады екенсің.
Kim var ay? Şoğla Arman, nağaçların geldi kütüp alınlar. Ha, gel. Assalomualaikum. Ағалейкем, ассалам, ей, Армантай, үлкен жүйт болып кетіпсің ғой. Кәні. Ей, ұмытып қалғансың ба не? Кеш бер. Опа! Ey, Ahmet, bu Arman emes bu. Men Мәдимін. Мәди ғой бұл. Қалай Мәди? Арман сияқты еді ғой жүздегі. Атын ауыстырып жүргенсіздер ма? Немеге атын ауыстырып жүру? Көшенің атын етіне. Бүгін Мәди, ертең Арман деп қоядым. Бұл Мәди көршінің баласы. Арман міне. Ей, Арман! Ой, міне яқты екен қойдым. Ей, қалайсың жан? Бәсі мін. Оп. Ұмытқан жоқсың ба? Кәне. Ай, красавчигі. ей. Gördün mü arılasmasan ağayının jat. Tuğan jeni tanımay. Шатасасың ғой енді. Hey Bakıt. Geldi ana pösmedin. Ай, шығыласың бе? Иә, мен шығыламын. Точно ма? Иә. Көршінің қызы емессің ба? Кел онда. Қап-қара, кіп-кішкентай қыз едің. Красавица болып кеткен ғой менің жиенім, а? Красавица деп көңілмен қарап айтасадыңыз ба? Иә, Шығый. көңілсін айтып жатыр. Ойбай, бізді де іздейтін бауыр бар екен ғой, е? Жаным-ау, бауырым-ау, қайдан жүрсің, е? Енді жер бетіндегі адам бәрі бақыт іздеп жүрген жоқ па? Мен де солардан қалмайын деп өзімнің әпкем бақыт іздеп келдім. Ұзақ іздедің ғой. Кеп тұрмайсың ба? Жиі. Саңдар өздерің кеп тұрмайсыңдар ма? Төркіндеріңе. Жатып аласыңдар. Көліктерің бар, жердің түбі емес қой. Иә. Шығарып салған кезде не айттыңдар? Сол елге тастай батып судайсың деп жіберген жоқсыңдар ма? Міне енді тастай батып судайсыңдық. Шұғыла шай қоямын. Нағыз бақыт сол емес па, әпке. Жездемді айтам да, екі мағынада да бақытты ғой. Иә. Сосын ана көршінің балдарын қуып жіберіңіздер. Адам шатастырып. Бұл кім ол өзін теліп қалған? Менің Құртбай, нағашы ағам ғой. Ол несі крутой? Ол ешкімнен қорықпайды. Қаршық аға, телефоныңыз көрсем бола ма? Kas. iPhone 6 Plus қой, Ya. Мә, күш телефон ғой. Біздің кластаған Жанбекте бар, бірақ апай ұштатпайды. Kas бұдан да мықтылар шығып кеткен. iPhone 7. Мыналар оңғасын телефон емес қой. Арман. Бір-екі суретке түсірші, Instagram бір-екі сурет сақ қойын. Нормально ма? Қалайша? Әдем. Әдем ма? Ну, жақсы сияқты оны. Серьезно. Тағы да телефон ба. Ой, ұятың жоқ екен сеніңе. Қашан көрсең шұқшиып отырасың телефонда. Не компьютерде тұрасың, не телефонда тұрасың, көзің ақып түседі бір күн сені. Өше телефонда. Йоқы бесейші ағаңа. Иә? Жатсаңдаршы қашқа тұм болды. Өше ғана компьютерде. Бақыт. Wi-Fi-дің коды қандай еді? Мырзахан, саған бірдеңе айтсам ұрыспайсың ба? Ұрсам. Жарайды, онда. Айтсай, не? Ұрсам дедің ғой, ұрсаң, неменесін айтам мен оны? Бұлдана бермей айтсен, не? Онсыз да мұнан ми деген ашып жүрген кезде дрожыңды сеуе бермеш үстінен. Айтсай, не? Айтсаң, айт. Айтпасаң, айт. Мырзахан, мына жерге бар ғой, перде алсам. Қай жерге? Қай жерге тақ?
Мына жерге? Бар ғой бұл жерде перде. Не істемекшісің? Бұл жердегі пердені залға ілем. Залдағыны ас үйге ілем. Ас үйде не қылмақсың? Тауық қора қылып қоймақсың ба? Не қылмақсың шығын? Тряпка қылам. Тряпка? Ойбай, пердені тряпка қылмақсың ба? Тряпка деген ана базарда 200 теңгеден толып тұр ғой. Соған бола әуре боп үйдің перделерін ауыстырасың ба? Мырзахан, Қызық, бізге оны өз бағасына беріп жатыр 20.000 теңгеге. Ойбай, 20.000 теңге? Алайықшы. 2.000 бар ма деп сұрасайсың менде 2.000. 2.000 да жоқ қой. 20.000 тұрмақ. Сонда сенде жинаған, тыққан, пыққан ештеңең жоқ па? Менде ме? Иә. Сен андай бір түс көрейін дегесін ба? Мен сені қашан тығып дүние жинап, ақша тығып жүретін мен сені? Адамның өзі ана машина ременін ауыстырып ақша таппай жүрсе, ол да тозып бітті әбден. Ой, оны бір реті келгенде ауыстыра саларсың. Сенің машинеде ременіңді кім көріп жатыр осы? Сен ше бақытта, кейде андай нервқа тиесің ше. Неме, машинаның ременін, мен ременді ойлайсың ба? Машина деген мен де ойлайсың ба? Ондай созылып кеткен ремендермен жүре береді дейсің ба? Машина, мен мақым, созылып, үкітіліп кетсе де жүре берем. Машинаның ремені кетсе, машина бұзылып қалады ғой. Машина тоқтап қалады, машина жүрмейді. Сонда сенде мүлдем ақша жоқ па? 1000 теңге бар, өзіме керек ол. Бензин құям, ары-бері жүргенге. Жоқ, ондай емес. Анандай 100.000 теңге дегенде жоқ па? Сен ше қуасың ба? Шындай қандай менде 100.000 теңге? 100.000 теңгесі бар адам осы жерде отыра ма? Мен 100.000 теңгем болса осы жерде отырам ба? Айтшы. Қызықсың сен, е? Сонда қай жерде отырар ең енді? Менің 100.000 теңгем болса, мен мына жерде отырар едім. Жоқ, мына жерде отырар едім. 100.000 теңгем астыма басып алып, отырар едім, өйстіп, астыма басып алдым. Адам нервына дебірмеші, аяқ астынан келіп. Өші свет, жатақшы болды. Адамды күйдіріп. Түнде бір нормальный жатақ алайық десек, жатқызайын демейсің. Шұғыла, мынау сенікі ма? Иә. Ішіп қойшынан. Бош, тез. Бош? Ішесің ба, мына іш. Ой, сен де. Тамаша перделер келіпті ғой.
Ай, бірақ бұлардың бағасы қымбат шығар, иә? Маған бір перделер керек еді. 17, 18, 19, 20. Бақыт, негіз бұл перделердің акциясы бітіп қалған еді. Сен үшін акциямен беріп жатырмын мен. Рахмет, Бибінұр апай. Ешкімге айтпайсың ғой. Жарайды. Мә, не деген байлық, не деген қазына. Мынаның бәрін қабылдаймын сонда? Иә, ертең барып өткізем. Шұғыла, сен бірақ ешкімге айтып қоймас. Айтса не болады екен? Мен бәріне тосын сыйлық жасайын деп жүрмін. Бәріне сыйлық берем. Қандай сыйлық? Ол енді құпия. Айтшы маған, өтінем. Онда үйдегілердің бәріне айтып қоямын. Мақыл, айтам, Шұғыла тоқташ. Әкемнің машинасына ремень, апама нан пісіретін қалып, әжеме шай, өзіме PlayStation аламын. Мағаншы, маған жоқ па сонда? Бар, бірақ уақыты келгенде көресің. Барлығына ортақ қолданатын заттар аласың да? Өзіңе тек өзің қолданатын сыйлық алады екенсің, е? Неге? Менікінде қолдана берсін бәрі. Жайырақ ұрсайшы. Таксистсің бе? Скорый. Көріп тұрсың ғой? Мінбесең, мінбе. Мәндет қой мыналарды көшеде. Шағалаға жүрші. Бауырым, мен таксист болғанда анау Нью-Йорктың, Дубайдың таксист емеспін. Бізде сұрайды, апарасың ба, апармайсың ба? Апарсаң, қаншаға апарасың дейді ғой. Сен құсап, жете ма? Миллионда. Апарайын, мен үй жағым бұл. Болды. Тездетейік. Жоқ, мы уже шагали. Ай, айналайын көкем жарықтық. Жеміс ағаштарын егіп, ауланы жайнатып кетті ғой. Иә, жатқан жер торқа болсын. Мына көрпені өзіңіз көктегесіз бе? Мен көктегем жоқ бұл көрпелерді. Феруза деген сіңілім бар. Сол тігіп берген. Неше түрлі көрпелер тігеді. Шебер. Өнерлеген бойдаққа келін қылайық. Ал бала қалай? Қайдан жүрсің? Не істеп жүрсің? Иә. Бірдеңені бүлдіріп жүрген жоқсың ба әйтеуір? Ештеңе бүлдіріп жүрген жоқ му? Жай осы ауылға бір бизнес ашсам ба деп. Реті келсе бір отбасын құратын бір қыз іздеп келдім. Ап, бәрекелді, міне. Ұрпағын ойлайтын азаматтың сөзі мынау. Жарайсың. Мысалға, бұл ауылға пицца деген нәрсе жеткен жоқ. Жақсы орын болса, ақшаның астында қаласың. Ол қандай? Пицца. Ой, птица фабрика деген біздің ауылдың айналасында толып жатыр ғой. Птица емес көкей, пицца. Ол қандай? Ана үстінде сыры бар нан. Бұлай ма? Жоқ, осы сияқты. Бірақ үстінде колбасасы мен помидор бар. Мынаны, бұлай. Осы птица болды ма? Птица емес. Пицца көкей, пицца. Птица. Пицца. Жарайсың, Көрдіңіз бе? Қазіргі жастардың көк жиегі кен ғой. Ардан ойлап тұрады. Біз ғой пирашки мен самсадан асқан жоқпыз. Ар кетсе жүгері көже. Иә. Сендер әңгімелесіп отыра беріңдер. Мен намазымды оқып алайын.
Қабыл болсын апа. Әумин. Былай қойын ба? Бісміллә. Мен былай қоям. Осы шағала осы. Мына менің үйім. Қай жерге баратын? Кімді іздеп келдің? Мырзахан деген кісінің үйін іздеп келіп едім. Мырзабек шығар. Жоқ, Мырзахан. Мырзахан мен кім? Мен ғой Мырзахан. О, көке ассалаумағалейкум. О? Сіздің балдызыңыз Қаршығаның танысымын. Есім Айдар болады. Қаршыға үйде ме? Кеше келді ғой. Айдар ма? Айдар, Айдар. Қаршыға үйде ма? Қаршыға үйде ме де? Үйде емес бет. Келіп еді Қаршыға өзі. Ай, сен Түркістаннан емессің ба? Айдар емессің ба? Айдармын ғой. Түркістанда цемент қаншадан болады екен? Білмеймін, былтыр ағам үй салған кезде 1000 теңгеден алған болатын. Ойбой, 1000 теңге деген қымбат қой. Бізді 800-ден 850-ден беріп атты ғой. Неге алмайсыз? Неге бос жақтан алмайсыз? Көке, қоя беріңізші цементті. Маған Қаршыға керек. Қаршығаны тауып беріңізші. Қаршыға. Айдар, сіз міне. Айдар, Қаршыға бағып жүрмеп мен. Айдар, Қаршығаны іздеп кеп. Айдар, Қаршығаны іздейді. Айдар, Қаршығаны іздеп келіп дейді. Қаршыға бар ма үйде? Отыр, қайда барасың? Отыр ғана. Тығылмаймен. Мен ешқайсыңыз көрген жоқсың, жарай ма? Бәрімізді өтірік шығып тұратын болдың ғой, сенің кесіріңнен өтірік айттық қазір біз. Мен ұстап бермекшідер ма? Ұстамағанда не істейміз енді? Ой, айттым ғой әне, бұл бала қарап жүрген жоқ деп. Кім кеп тұр ен? Ой, ауылдағы дүкенші Айдар ғой. Баяғыда сотталып кеткен жоқ па еді ол? 2 жыл болған шыққанына. Ей, бәрімізді өтірік шығып тұратын болдың ғой, күнәһар болатын болдық сенің кесіріңнен. Жезеке не қылып балдызыңыз үстінен бір өтірік айтасыз да енді. Соғыста да өтірік айтуға болады деген. Жоқ. Ол кірсе қазір почти соғыс болады. Кім айтты саған соғыста өтірік айтуға болады? Кім айтты? Шариғатта солай емес пе? Шариғатты қарыз алмаспын ойланбадың ба? Ой, Жезеке қойыңыз, сіз де бір сүттен ақ судан таза болмайды. Осы әпшемді алып қашар кезде қалай құлағымызға теккеніңізді білеміз ғой? Жоқ. Мен әкеме өте бергенмін, өтірік айтпаймын. Онда есін аға. Сіз айтыңызшы, сіз енді анау айтқандай бір шыншыл адам емессіз ғой? Ой, кім айтты саған? Жоқ, енді сіз әкеңізге уәде берген жоқсыз ғой деймін. Не деп тұрсың сен? Мені өтірік шұғылайын деп тұрсың ба? Айта салшы. Айналайын білмеймін. Бар демеймін де, жоқ демеймін де сені. Менің көмегім сол болсын, қой. Онда столдың астына кір. Сонда біз үйде жоқ дегенге өтірікші болмаймыз. Сізде бір тышқан мүші ойнады. Балақай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына үйге Қаршыға деген ағаң келді ма? Крутой Қаршыға ма? Кім айтты оны Крутой деп? Кеше келгенде Крутой деп таныстырды ғой. Крутой. Жарайды, үйге келді ма? Бағана 1 сағат бұрын көргем. Бұларда кетіп қалған жоқ қой? Жоқ. Жарайды, жақсы бара ғой, рахмет. Сонда не? Крутой емес па не? Жарайды, қоя бер. Крутой болса, өзіне Крутой шығар. Қаршығаны таппай жатырмыз, кетіп қалған ба? Қазір міне. Жоқ екен. Қалай жоқсың да? Жаңа кішкентай балдар айтты осы үйде барлығы деп. Қой, жоқ, үйдің ішінде жоқ Қаршыға. Қаяқ кетті осында? Білмеймін. Ол Қаршыға бұл үйде тұрмайды ғой. Кеше келген, одан кетіп қалды. Енді сол жақтан іздегенің дұрыс қой оны. Енді бірден солай айтпайсыздар ма енді, кетіп қалды деп, адам дәуре қылмай. Нағып тұрсыңдар состиып. Сендер шай іштедіңдер ме бұларға? Жоқ, апа, әлі ешкім айтқан жоқ. Жақсы болды, ішейік. Ал, қане, төрлет. Жоқ, алыстан келген қонақ қой, апа. Тапшанға ятпақ болар, үйге кірейік. Жоқ, рахмет. Осы жері болады, қайта жақсы болды, аяғымды суытып аламын, апа. Жақсы болды осы жер. Төрлет. Ассалаумағалейкум, Мақсағал. Уағалейкум салам. Қуансыздар. Аба. Жай отыр, жай. Бісміллә. Бұл ана Қаршығаның досы екен. Айдар деген Қаршығаның досы екен. Айдар деген. Рахмет. Ал, жақсы, енеше мен жүрейін. Жақсы көке. Сау болыңыз. Жақсы. Рахмет. Бірақ дегенменде бір қоңырау шалып көрейінші. Азаннан бергі телефон аламай жатырмын. Ой. Мына жақта қалып кетті. Айдар қарыз үштеп қойып, мынау. Ол кеше қалып кеткен телефон. Оны ше маған бере салыңыз.
Ай. Ертең маған хабарласады ғой, ауыл барғасын өзің бере салармын. Жақсы көке, сау болыңыздар, мен жүрейін. Хоп. Ол. Жақсы. Жақсы. Ой, Қайран айфон ай. Кетті. Бәленің бір телефондан келеді дедім. Ай, қайран айфон ай. Шығын. елдің бәрін өтірік шығыр. Саспа. Бұл сондай болады. Ана шахтада газды жерде ұзақ жүрген адам бар ғой. Таза ауа шықса бірден миына құлап қалады ғой. Сондай жағдайда болып тұр ғой бұл. Су бар ма, әпке? Жоқ су. Әбден адамды өтірік шығып, біттің. Елдің бәрін өтірік шығылып. Айфонымды ақ бітті. Бақыт. Байқамайсың бе? Что мына үйде бір өзгеріс бар сияқты, я бір? Иә. Не өзгеріс деген миым жетпей жатады бір. Қандай өзгеріс? Жақсы ма, жаман жағынан ба? Білмеймін. Бір өзгеріс. Миым жетпей қойды. Бағаналы бір ойлап отырмын. Не бір? Анаға қараймын, бәрі орында вроде. Қандай өзгеріс бар еді? Зал. Зал, телевизор. Пульттің батарейкасын ауыстырдыңдар ма? Қайдағы пульт? Перде. Жудыңдар ма? Бәс, я, перде. Жарқырап тұр, я? Ауыстырдым. Тағы да қарыз алдың ба, я? Ой, сен де қарызға тоймайды екенсің сен. Көрмейсің ма, бауырыңды қарызға батып қойған. Ертең құтыламай қалсаң, сенің айфоның да жоқ, құтыла салатын, бер. Қарыз қалған жоқпын. Сатып алдым. Қандай ақша сатып алдың? Ақшаң тасып жатыр ма не? Сенің тыққан ақшаңа сатып алдым. Қандай тыққан? Есің дұрыс ба сен? Мойындаса енді. Менен тығып жинаған 100 000 теңгеңе соның ішіне 20 000 алып сатып алдым. Мен 100 000 теңге? Иә? Есің дұрыс па сен? Қандай 100 000 теңге? Сенікі шығар ол? Жоқ, ей. Сенікі, менікі емес. Сенікі, менікі. Мырзахан мойындасай. Онда менікі шығар? Еш жатқан ақша болса маған бере салыңдар. Хотя бы қарызға. Мынауыңда бар ғой, я. Қарыздан әлбеті қайтпапты. Ұйықта, я, сен ұйықта. Қазір мен саған көрсетем. Қандай ақша ол? Қандай 100 000 теңге шығарды? Міне. Болды. Мәс саған. Мынау қаяқ? Мәс саған. Сенікі ма? Мына көкемнің ақшасы ғой, көкем берген ғой бұны маған. Қой. Әкем берді ғой бұны маған. Осы жерге тыққан мен. Қалай есімнен шығып кеткен бұл? Әреке, не болғандаған? Бүкіл 18 000 қаламның қайғысын көтеріп әкетсің. Жинаған бакалашкаларымды өткізіп келдім. Енді PlayStation қайда? Ана бәдеу алдапты мен. Онша көп ақша болмайды екен. Қанша болды сонда? Жарайды, ештеңе етпес. 2-3 теңге де аз емес қой. Бұл сенің бірінші табысың. Негіз шығыла. Осыны сен алшы. Есінде ме өткен ай мен сенен 2-3 теңге алғам. Мойнымда қарыз болып кетпесін. Ай, аңқаумай. Әткесенісіне қарыз берушім еді. Сен маған берсең де, мен саған берсем де, бәрі әке-шешеміздің ақшасы ғой. Солар аман болсын. Ал енді құпияңды айтшы. Шынымен ақшаң болса маған не әперетін едің? Кітап. Кітап? Кітап онсыз да көп емес пе? Ой, білім артық болмайды. Әсіресе саған. Қысқасы, оқу керек. Оқу. Бар сабағыңды оқы. Мен қазір тексеремін. Оқы дейді ғой маған. 17, 18, 19, 20. Ұнамай қалды ма не? Жоқ. Перде ұнап тұр ғой, Бибінұр апай.
Мен мына атам ақшасын жұмсап қойыппын. Сен былай істейш, осы пердені ала бер, кейін бір берерсің. Қарызға ма? Жоқ, Бибінұр апай, қарыз күліп келіп жылап қайтады дейді ғой. Кейін ақшам болғанда бір келіп алып кетем, иә, Бибінұр апай? Айтпақшы, мына еден жуатын шүберегіңізден алайыншы мен. Қарызға ма? Жоқ, ақшам бар ғой. Қарызға қалы кілем алғанша, мен ақша төлеп осы еден жуатын шүберегіңізден алайын, е? Мінекейіңіз. Не, ала ғой. Иә. Кейін келіп ақшам болғанда алып кетем ана пердеңізді. Ақша таратайын деп жатсыз ба не? Айлық таратайын деп жатырмын. Бірақ сендердің айлықтарың ақшалай емес, ақылдай беріледі. Ақыл болса, шұғылаға көбірек беріңіз. Отыр тыныш, жағаласа бермей. Былтыр оразаның кезінде марқұм әкем жатқан жер жәннатта болғыр сездім екен. Біраз қарыздарын есептеп, есіне сүріп, тіпті ұмытылып кеткен қаламдары бар ғой, қалтасында қайып кетіп бере тұршы деп сақ қойған. Соларына дейін ойын алып, майда шүйге түйін тебендерін есептеп, барлығын қарызын құтылып еді ғой. Иә. Есіңізде ме сол? Иә. Ойпырма, сездім екен. Сол кезде бір қарыз қақып кеткен екен көкемнің. Ол 80-ші жылдары Астанаға барған кезде көкеміз қатты ауырған ғой. Сол кезде бір кісі қатты жәрдемдесті. Ақшалай дәрі-дәрмегін әперіп, жалпы көмектескен екен. Сол кезде 80-ші жылдар ма ол? Иә, 80-ші жылдар. Ол кезде онда Ақмола кезі ғой, Астана кезі емес. Иә, Ақмола болса Ақмола кезі шығар. Содан әлгі адам көмектеспей ма? Әлі Целиноград кезі меген. Оның аты маңызды емес. Заты маңызды болып тұр. Тыңдасаңызшы сіз. Содан облыстар бір-біріне қосылған жоқ. Қоя тұрыңызшы енді, сізді сөзді бөле бермей. Біліп алайын. Содан әлгі адамды іздеген. Ол кісі ақшасын төлеген, жәрдемдескенде үшті күл. Мен Аллаху акбар жоқ болып кеткен. Содан көкем оны арыз деген, беріз деген таппаған. Содан мұны пәленбай жыл өтті. Сол былтыр қатты қысылып ауырып жүрген кезінде есіне түсті ма, мені шақырып маған аманаттаған. Әй, Мырзахан, мынау пенсиямнан жиып жүрген 100 000 теңге. Осыны енді бір мұқтаж жанға берейік. Қошарына, қарызынан құтылмақшын болсын бер. Сонда да тығып ап қапты қолына. Өзіміз о қайтып қоямыз. Өзіміз о. Қоятын. Ұятсыз. Қаршыға? Не деген бәле? Содан әлгі кісіні маған тап деп аманаттады. Сонымен таппайтынымыз белгілі болған екен, маған айтты, бұл ақшаны бір мұқтаж жанға апарып берсең жеңілденер едім деп аманаттаған. Сонымен бұл ақшаны алып мен жастықтың астына қоя сағам. Сонымен көкем андай болды да, абыр-сабырмен есімнен шығып та кетті. Оның кейін бақтау бопты. Оны жаратқан ба бұл? Білгеннен кейін қойдық қой орнына. Оны неменесін айта бересің, қайта. Ай, текті адамдар ғой оқыстыр. Көненің көзі. Қазір болса ше, біреуі ақша аса, қайтармай емін еркін жүре береді ғой. Тағы да, ақшамды қайтарсай айналайын десем, нағып қайта ақшаны сұрай бересің деп ренжиді ғой тағы да. Өзің ұрсып. Өзіңе ұрсып. Иттей қылады сені. Бар, ондайлар арамызда да бар. Столдың астына тығылып. Көнегөз қариялар анау мынауға ақша қарыз алмайтын. Алған күнде де қайтарғанша жандары жай таппайтын. Өзіміз сондаймыз ғой. Қазір ғой, миллиондап алып, тайраң етіп жүргендер көбейді. Әлгі интернеттеріңе жазатын болсаңдар, осыны жазыңдар. Дұрыс айтасыз. Жұртқа сабақ болсын. Ал мына ақшаны шалым айтқандай, бір мұқтаж адам табайық та. Иә. Соған апарып берейік. Не дейік? Иә, мұқтаж адам іздейік Езаға. Саған емес. Иә. Іздесек іздейген. Іздегенде енді... Іздеңдір. Ана шалының ойында қарыз кетпесін. Не ғой? Далаға шығып, сөйлесейік далаға шығып. Жарайды. Жүр, далаға башып, ақылдасайық онда. Қаласа. Тауып береміз, жүріңіз. Табылады, мұқтаж адам,